Дүния астан кестең болып батырған. Көшпелі әскерлер болса шаң, тозаң көтеріп батырған, қалалар жалын ішінде лаулап жанып батырған, ауқамласлар сатқынға айланып батырған. Бір уақытта үмітсізлік шекарасында мұрнына мен түскен, кейін ала аты байраққа айланған Жалалуддин Мангуберді атлы ұл майданға шықты. Ол мирасқа тынышылықты емес, ал парыз, дәслепкі қан жүгін һәм тек қана бір мәрте қатеслеу құқын алды. Сондай-ақ оның дәслепкі жеңісі карамат сияқлы еді, ал дәслепкі жеңіліслері еле туылмағанлар үшін сабақ болды. Оны арсланлар арасындағы арслан деп атады. Бірақ арсланларға анасының абырайы һәм өмірі арасында, азатлық һәм қараңғы Синд дариясынан қуылу арасында таңлау несіп етпеді. Және де апатшылықлар ізбе-ізлігінде ол мемлекеттің соңғы қорғаушысы емес, ал қадір қымбаттың бірінші қорғаушысы болып қалды. Сондықтан оның гүріңі сауашылар жылнамасы емес, ал һәме нәрсе жоғалған уақытта бір инсанның мәнini қалайынша сақлап қалғаны хақындағы гүрің. Бүгінгі жайқонның кезектегі саны Жалалуддин Мангуберді хақында. Егер сіз таяр болсаңыз, біз баслаймыз. Жалалуддин ауыр бір уақытта Мауреннахр ұрыс тұзағына тартылған, мемлекеттің үлкен бөлегі монголлар тарапынан басып алынған, хорезмшахлар әскерлері қиратылған, әмірлердің бір бөлегі сатқылы, қалғанлары өзінің жанын, мүлкін сақлау жолына түскен, және де хорезмшах сұлтан Мұхаммед мемлекетті өз халдына таслап қойған. Сондай-ақ өзара албыраушылық һәмде қауіп үкім сүрген бір уақытта тарих сахнасында пайда болды. Соңғы хорезмшах Жалалуддин Мангбурни 1198 жылы туылған болып, оның мұрнында мәңг, яғни ең болғанлығы себеплі түркше Мангбурни, яғни Мангуберді деп аталған. Айтып өткеніміздей, бұл кейін ала Мангуберді атыменен кең ең жаяды. Ол хорезмшах Хутбиддин Мұхаммедтің тұңғыш ұлы болып, деректерде 1216 жылы ырғыз бойы сауашында, 1217 жылы халифалыққа қарсы жүріс уақытында хорезмшах әскерінде айрықша рөл ойнаған әскербасы Шахзада сипатында еске алынады. Және де деректерде айтылуынша Мұхаммед хорезмшахтың 6 перзенті болған. Қызы хан сұлтан, ұллары сұлтан Жалалуддин һәм Рукнуддин Ғурсанчти, Ғиясуддин Піршах, Озлақшах һәмде Ақшах. 1217 жылы хорезмшах Алауиддин Мұхаммед халифа Насырге қарсы жүріс шөлкемлестіруден алдын өз ұлларына басқару мүліклерін һәмде нәубетлерді берген еді. Оған муапық тұңғыш ұлы Жалалуддин Мангубердіге Ғазна, Бамиян, Ғур, Буст, Такинабад, Замин Давара һәмде Хиндистан менен шекаралас жерлер мүлкет берілген еді. Соның менен біргелікте хамелдары Шамсал мүлк оған уәзір етіп белгілі мемлекет қайраткері Шахабиддин Аль-Харауиді найып орынбасар етіп болса, Саркарда Хузбар Маликті тайынлаған еді. Сұлтан хорезмшах Алауиддин Мұхаммед екінші ұлы Ғурсанчтиге Рукнуддин лақабын һәм Ирак басқаруын сауға етті. Хорезмшах Мұхаммед Гур уәлаяты баспалынғанлығы құрметіне оған Ғурсанчты атын берген. Деректерде айтылуынша ол құснығат иесі болып, жасөспірім уақытында Құран кәрімді өз қолыменен қайта көшірген. Оған Имамул-Мүлк Ибн Шадид ас-Сави уәзір етіп тайынланады. Рукнуддиннің пармаллары үшін ислам әмірінің ең жақын досты ұлы сұлтан Мұхаммедтің ұлы, жоғары мәртебелі сұлтан Рукн ад-Дуния вад-Дин Абул Харис Ғурсанчти туғрасы жазылатығын еді. Сұлтанның басқа ұлы Піршаққа әкесі Кірман, Киш, Макрон аймақларын басқаруды тапсырады һәм оған Ғиясуддин лақабын береді. Таджиддин аш-Шарқ Нишапури Ғиясуддин Піршақтың уәзірі етіп тайынланады. Жалалуддин үлкен ұл болса да, Туркан хатун тарапынан тақт мирасхорлығынан шетлестірілген болып, тақт мирасхор етіп, Туркан хатун ұруынан болған басқа бір маликадан туылған Шахзада
Озлак шах тахт мерасхоры деп жарияланған еді. Оған Хорезм, Хорасан һәм Мазандаран басқаруын береді. Гарчи Жалалыддин ағасының бұйрығы менен орайдан шетлестірілген болса да, бірақ сұлтан оған айрықша мұхаббатпенен қарайды. Оның мәртлігін қадірлейді, оның өзінен ұзақлап кетпеуін қалайды. Соған муапық ол өз әкесінің өліміне шекем Жалалыддин оның қолында болады. Хорезмшах өлімінің жақын қалғанын біле отырып, бір уақытлары анасының қысымыменен мерасқор деп жарияланған Құтбиддин Озлак шахты тахт мерасқорлығынан айыратығынын білдірді. Насауидің жазуына қарағанда үлкен ұлы Жалалыддин басқа ұллары Озлак шах һәмде ақшақлардың қасына шақырып былай деген екен: хакимият жіплері үзілді, салтанаттикарлары босасты һәм бұзылды. Бұл дұшпанның мақсаты аян болды. Оның пәнжесі һәмде тіслері мемлекетке қатты шаншылды. Мен үшін тек қана ұлым Жалалыддин өш ала алады. Енді мен оны тақтқа мерасқор етіп тайынлайман. Хорасандағы көплеген сергізданлықлардан кейін сұлтан Каспий теңізінің құбласындағы Ашурадағы атауға барып орналасады. Ұзақ сергізданлық, қайғағам, салтанат һәмде таж-тахттан айырылу сұлтанның денсаулығына ұнамсыз тәсірін көрсетеді. Һәм физикалық, һәм рухи, һәм мәнәуи жақтан езілген бұрынғы үкімдар бұл жерде плеврит кеселігіне шатылады. Сұлтан істеген күнәларына мойындаған халда азап ақыретпенен ұсатауда 1220 жылдың декабрь айында қайтыс болады. Арадан біраз уақыт өткеннен соң Жалалыддин әкесінің денесін таулы Ардахын қаласына алып барып жерлейді. Шахабыддин Насауидің Сират ас-Султан Жалалыддин Макбурни шығармасында былай делінеді: Сұлтан Жалалыддин шахсы хақында оның катып аль-Инша, яғни жеке хаткер іспатында қызмет еткен Шахабыддин Мухаммед Насауидің естеліктерінде ахметлі мағлұматлар келтірілген. Яғни ол бидай рең, орта бойлы, түрки көріністегі һәм түрки тілде сөйлейтұғын адам еді. Сонымен бірге парсы тілінде де сөйлесе алатұғын еді. Оның мәртлігі, батырлығына келсек, жоғарыда гүррің еткенім сауашылардағы іскерлігін еслеп өтудің өзі жеткілікті. Ол арсланлар ішінде ең зор арслан еді. Және де қорықпас шабандоз ләскерлер ішінде ең зор батыр еді деп тарифленеді. Сондай-ақ ол жуас, әлпайым адам еді, ашушақ емес еді, хақарат сөздерді айтпайтұғын еді дейді. Және де ол тарифті былай дауам еттіреді. Ол жүда салмақлы адам еді, көп күлмейтұғын еді, тек қана күлімсіреп қоятұғын еді һәм аз сөйлейтұғын еді дейді. Ол хақиқатлықты, адалатты ұлғылайтұғын еді, бірақ ол жасаған дәуірдегі ғалауытлар, аласапыранлықлар мінез құлқын өзгертті. Ол қол астындағы адамлардың ауыр тұрмысын жеңілдетуді қалер еді, бірақ ол жасаған дәуір низамлары оны зұлымлық етуге де мәжбүрледі. Майда шүйде тарифлерді ұнатпаған, тек қана сұлтан деп мұражат етулерін сұраған. Оның пармалары жарлықларындағы тамғасында жәрдем тек жалғыз Алладан деген сөзлер бітілген еді. Хорезмшах өлім алдынан сұлтан Жалалыддинді тахт мерасқоры деп жариялап, сұлтанлықтың айрым дәрежелерін оған тапсырады. Осы дәуірден баслап Жалалыддин Мангуберді монголларға қарсы 11 жыл дауамында тынымсыз Хиндистан, Ирак һәмде Кавказ аймақтарында күрес алып барды. 17 мәрте монголларға қарсы ат шауып, оның 14-інде жеңіске ерісуге муафық болды. Бұл арада сұлтан тек монголлар емес, ал оның өз парадырған күш құдіретіне хасиетпенен қараған Багдад халифасы һәмде Кония сұлтаны Алауиддин Кайкубот сияқты шахсларға қарсы күресуге де тура келеді. Сондай-ақ уәзірлері саркардаларының сатқынлығы һәмде інісі Ғиясуддин Піршақтың көтерілістері де сұлтанның азатлығы үшін күресіне белгілі тосқынлықлар көрсетеді. Жалалыддин Мангуберді монголлар менен бірінші мәрте 1216 жылы дусласқан еді. Найман хүкімдары Кушлук ханның Қашқар һәмде Баласағун қалаларын иелеп, Қарақтайлар жетекшісі Гурханды тұтқынға алғанлығы хақындағы хабарды алған Шыңғыс хан тұңғыш ұлы Жошыны 20 000 адамлық атылыларына сардар етіп Найманның үстіне жібереді. Табыс уақытта Алауиддин Мухаммед Хорезмшахта 60 000 ләшкеріменен Кушлук ханға қарсы әскери жүріске шығады.
Ырғыз дариясы мұзлағаны себеплі оннан кешіп өте алмаған Хорезм әскерлері бір қанша уақыт су бойында тоқтап қалуға мәжбүр болады. Деректерде айтылуынша, Ырғыздан кешіп өтуге еріскен Хорезмшах екі дария аралығында сансыз өліклерді, елі қатуға үлгермеген қанларды көреді. Өліклер арасынан бір жарадарды табады. Оннан бұл қырғынның Жошхан тарапынан ісленгенін біліп алып, монголлар ізінен қуып барады. Ертеңіне таң азанда Хорезм ләшкері бейғам кетіп баратырған Жошханға жетіп алады һәм еш іркілместен сауашқа кіреді. Мұхаммед Хорезмшахтың өзі орайдан орын алады. Оның оң һәмде шеп қанатларға Құтлұқ-хан һәмде Инанч-хан сияқты тәжірибелі саркардалар қолбасшылық етеді. 18 жаслы Жалалыддин оң қолдан орын алады. Монголлар сан жағынан аз болуына қарамастан сауашқа кіреді һәм хорезмлілердің шеп қанатына қиратушы соққы береді һәм оны тоз-тоз етіп жібереді. Нәтижеде орайда ұрысы батырған Сұлтан Мұхаммедтің өмірі қауіп астында қалады. Хорезм әскерлері бұл сауашта жеңілістен оң қанат жауынгерлері, әсіресе Жалалыддиннің жаудың шеп қанатына күшлі соққы беруі ғана сақлап қалады. Құяш батуымен екі қарсылас ертеңгі күн сауашты дауам еттіру ниетінде өз позицияларына қайтады. Монголлар түнде өз лагерін мыңлап от жағып қалдырған халда таслап, үлкен тезлікте шегінуге мәжбүр болады. Осы сауаштың өзінде Жалалыддиннің қаншелі шебер әскери жолбашы екенлігін көруге болады. Хорезмшах Алауиддин Мұхаммед қайтыс болғаннан соң Жалалыддин өз інілері Узлак-шах һәмде Ақшахлар менен әкесін жерлегеннен кейін 70 адам менен турдан-тур Үргенішке, яғни Гүргенішке келеді. Тез арада оған Ходжент хакімі Темур-Малик һәм басқа да еркінлікті сүйуші адамлар келіп қосылады. Халық Жалалыддин Мангубердіні қуаныш һәм үлкен үмітпенен күтіп алады. Бірақ інісі Узлак-шах һәм оның тарептарлары, соның ішінде Құтлұқ-хан оған қарсы тіл біріктіріп атырғанынан хабар тапқаннан кейін, бұндай жағдайда монголларға қарсы күресу мүмкін емеслігін түсінген Жалалыддин 300 адамы менен жасырын түрде байтақтан шығып кетеді. Жалалыддин 16 күн ішінде Хорезмнен Хорасан жерлеріндегі Неса қорған атрапына жетіп келеді. Шыңғысхан Хорезмшах ұлларының Хорезмге қайтқанлығынан хабар тапқаннан кейін, олардың Хорасанға шегіну мүмкінлігін есапқа алып, Хорасанның әр жерінде бұққылар қояды. Жалалыддин Ниса жанында өзінің 300 әскерменен монголлардың 700 адамлық бұққыдағы отрядын қиратып таслайды. Бұл жеңіс монголлардың әпсаналық күш құдіреті, жеңілмеслігі хақындағы гәп сөзлерге шек қояды. Жалалыддиннің абырайы көтеріліп, халық арасында жеңіске болған сенім бекемленеді. Осындай бір жағдайда Жалалыддиннің інілері Узлак-шах һәмде Ақшахлар сасқалақлап Жалалыддиннің ізінен Хорасанға кетеді. Олар монголлардың кіші отряды үстінен жеңіске ерсіп, бұл жеңіске жүдә үлкен әтібар беріп жібереді. Соннан кейін қатер жемлікке һәм әшіретке беріліп, Хорасанның Хабушан қаласы жанында монголларға қарсы нәубеттегі күресте қолға түсіп өлтіріледі. Монголлар өлтірілген шахзадалардың басларын көргізбері түрде белгілі уақыт Хорасанда алып жүреді. Жалалыддиннің және бір інісі Ирак шерлерінің найбы Рукниддин Гурсанчи деректер оған ақыл парсан һәмде көркемлікте тең жоқ деп тариф берген. Иранның Ұстунават қорғанында 6 ай монголларға қарсы күрес алып барып, мәртлерше қаза табады. Қорған алынғаннан кейін Рукниддинді Таймас Ноянның алдына алып келеді. Ноян оған дизе бүгуді бұйырады. Рукниддин оннан бас тартқан һәм азаплы өлімге хүкім етілген. Жалалыддиннің басқа бір інісі бір уақытлары Кирман, Макран жерлерінің найбы Ғиясыддин Піршах Иранның Кирман уалаятында тұрақлы қалып, өзін сұлтан деп жариялайды. Кейінірек Ғиясыддин Піршах Жалалыддинге Иран жерлеріндегі күреслерінде белгілі дәрежеде жәрдем береді. Жалалыддин болса бұл уақытта Нишапурға жетіп келеді. Бір ай дауамында монголларға қарсы күресу мақсатында барлық әмір саркардаларға әскер жинау хақында мұражат етеді. Монголлар оның бұл іскерлігінен хабардар болғанлығын білгеннен кейін Завзон, яғни Нишапур һәмде Хырат аралығындағы районда Ал-Қахра қорғанына келіп орналасады. Бірақ бұл уақытта жергілікті найып хакімлер Жалалыддиннің атрапында бірлесе алмады.
Елі жетерлік күшке ие болмаған Жалалиддин қорғанда ұзақ тұру қауіплі екенін түсініп, Ғазна тарепке жол алады. Ал Шыңғыс хан болса бұл уақытта үлкен әскерменен Харасанға ізінен кетір еді. Жалалиддин Ғазнаға жетпестен жақын арада Герат хакімі хамде қайнатасы болған Амин Маликпенен ұшырасады, һәм олар біргелікте Қандахар қорғанын қамал етіп батырған монголларға қарсы жүріс етеді. Жалалиддин бұл күресте әскери ілім тарихында бірінші мәрте пияда оқжайшыларды монголлардың атлы әскерлеріне қарсы қояды. Яғни инглизлер кейін ала бұл әскери ұсылға жоғары баха береді, һәм 1346 жылы өзлерінің Креси жанындағы белгілі сауашыларында оннан пайдаланады. Тосаттан болған хүжім себеплі монгол әскерлері соққыға шыдам бере алмайды. 3 күнлік сауаштан соң монголлар жеңіліп, Жалалиддин басқыншылығындағы күшлер басқыншылардың дерлік барлығын қылыштан өткереді. Жалалиддин жеңіске ерседі, һәм ол Ғазна тарепке қарай жол алады. 1221 жылы Ғазнаға кіріп келеді, һәм деректерде атап өтілуінше халық Жалалиддинді үлкен салтанатпенен күтіп алады. Қалатап хайт байрамындай шатлық қуанышқа толады деп тарифленеді. Және де Ғазнада Жалалиддин қызметінде Сайфиддин Ирғақ ал-Халаджи және де бал хакімі Азам Малик, ауған қауымлері сардары Музаффар Малик һәм Қарлұқлар басшысы Әл-Хасан Қарлұқ өз әскерлеріменен қосылады. Жам әскерлердің саны тарихшылардың хабарына қарағанда 90-120 мың адамды құраған, және де Шыңғыс хан Жалалиддиннің күш құдіреті артып баратырғанынан қауіпсіреді, һәм монголлар оннан Кандахарда соққыға ұшырағанлығынан ғазепленіп, Ноян Шекихуту басшылығындағы әскерлерді оның үстіне жібереді. Және де ол 1221 жылдың күзінде Жалалиддин жерлеріне жақыласып келе баслайды. Бұл уақытта монголлардың Текичук һәмде Малгор басшылығындағы алдыңғы тобары Чарикордан арқарақтағы Валион қорғанынан қамал етуді баслаған еді. Сондай-ақ Жалалиддин бір хүжімнің өзінде монголларды соққыменен жеңуге ерседі. Бұл сауашта монголлардың 1000-нан артық адамы қайтыс болады, һәмде көплеген тарихшылар, соның ішінде Ибн Аль-Асир, Джувайни, Рашиддин бұл сауашқа жоғары дәрежеде баха беріп өтеді. Жалалиддиннің монголларға қарсы ахметлі сауашыларынан бірі 1221 жылдың күзінде арқа Афганистанның Лагар дариясы бойындағы Паруан даласы жанында болып өтеді. Паруан даласындағы сауашты моңғол ләшкеріне Шыңғыс ханның өгей інісі бас жасауыл Шекихутуху Ноян басшылық етеді. Монголлар әскері Валионда жеңіліп шегінген жауынгерлерменен бірлесіп сұлтанға қарсы сауашқа кіреді. Монголларға қарсы бірлескен әскерге Жалалиддиннің өзі әскер баслық етіп, оң қанатқа Амин Малик, шеп қанатқа болса Сайфиддин Ирғақ басшылық етеді. Сауаш 3 күн давам етіп, онда сұлтан Жалалиддин монголларды таң қалдырған ұсылда қолланады. Сұлтан жауынгерлерге аттан түсіп, ат жуенін беллеріне байлап алған жағдайда пияда сауаш етуге бұйрық берді. Сауаштың бірінші күні монгол әскері Тикарынан Амин Малик басшылық еткен Жалалиддиннің әскерінің ең күшлі бөлімі есапланған оң қанатқа қатты хүжімлер шүркемлестіреді. Бірақ Жалалиддин оң қанатқа өз уақытында жіберген жәрдем күшлері монголларды шегінуге мәжбүр етеді. Бірінші күні монгол ләшкерлері әдеуір шығын көреді. Ертеңіне Шекихутухудың бұйрығы бойынша әрбір монгол әскерінің артына киізден сленген жасалма қуыршақ түліп отырғызылады. Бұл арқылы Шекихутуху монголлар ләшкеріне жәрдем күшлері жетіп келгендей көрініс пайда етіп, сұлтан әскерлеріне ғалауыт салуды мақсат еткен еді. Бірақ бұған сенбеуді ұсыныс етіп, Жалалиддин өз әскерлерінің рухын көтерген. Сауаштың шешуші 3-ші күні монгол әскері Тикарынан хүжімлерін Сайфиддин Ирғақ командирлік етіп атырған шеп қанатқа қаратады. Бірақ Сайфиддин Ирғақ әскері пияда оқшайдан оқ атып монголларды шегінуге мәжбүр етеді, һәм атқа мініп дұшпанды қуып барады. Монгол әскері Сайфиддин Ирғақ алдындағы 500 жауынгерді өлтіріп, қарсы хүжімге өтеді. Сол уақытта әскер орайынан сұлтан Жалалиддин хүжім етіп, монгол әскерін шегінуге мәжбүр етеді. Паруан сауашы монголлардың толық жеңілуіменен тамамланып, Шекихутуху әскерлерінің дерлік ярымнан айырылады, һәм қалған әскерменен Шыңғыс ханның алдына зорға қашуға үлгереді. Паруан жанындағы сауаш Мауреннахр һәмде Хорасан халқы үшін
juda ulkan darajada ahamiyatga ega bo'ladi. Shu vaqtga shekin mongollarning ilahiy, jengilmas kuch-qudratga ega ekanligi haqidagi gap so'zlarga, afsonalarga bu savash bilan butkul shek qo'yiladi. Jaloliddinning jengisidan Maurnaxr hamda Xorasan xalqlarining ruhi ko'tariladi. Jengis ta'sirida Sarrax, Marux, Kirat hamda boshqa Xorasan qalalarida mongol bosqinchilarına qarshi xalq ko'tarishlarda bo'lib o'tadi. Buxoroda bas ko'targan xalq bo'lsa, mongollarda belgili vaqtga shekim qisib chiqaruga erishadi. Yana Shing'izxon Jaloliddinning kuchayib boruvi, uning xalq massasi tarafidan qo'llab-quvvatlanuvi mongollar bosib olingan yerlar uchun qanchalik xavf tug'dirganini shaxsi tushunib turgan edi. Сол sababli jeki o'zi Jaloliddinni qalay bo'lmasin, jeng'u maqsadida assig'isliq bilan ulkan askarga boshchilik etib, Qubla tarafga qaray yo'l oladi. Jaloliddinning askari Parvon savoshidan keyin ulkan o'ljani qo'lga kirgizgan edi. O'sha o'ljani bo'lishtiruv vaqtida Jaloliddinning ikki sarkardasi Amin Malik hamda Sayfiddin Irg'aq orasida kelishmovchilik paydo bo'ladi. Kelishmovchilik natijasida Sayfiddin Irg'aq ham ondan keyin boshqalar da askardan ajralib chiqib ketadi. Jaloliddinning askarlari solishtirmal turda azayib, uning o'zi qiyin ahvolda qoladi. Jaloliddinning uni tashlab ketgan sarkardalarga qayta avham dushmanga qarshi birgalikda yurish olib boruv haqidagi murojaatlari natijasiz bo'ladi. Jaloliddin shek avruvi kasalligini dushar bo'lib o'tirgan vaqtda mongollarning oldingi to'pari Gardizga G'aznadan 50 kilometr shiqisda joylashgan qalaga o'rnalashganligidan xabardor bo'ladi. Askar bas kasalligiga qaramasdan Gardizdagi mongol askarlarini to'satdan so'qqa berib, mongol otryadini Shing'izga uchratadi. Bu Shing'izxonga qarshi sonli askarlar bilan gurisha olmaydig'ini tushunadi ham Sind, ya'ni Hind daryasi bo'yini cheknuga qaror etadi. Sanjag'ning bir necha esa ko'p dushman bilan yuzma-yuz do'stlashuvda ma'qul ko'rmagan Jaloliddin Sind daryasi tarafga at qo'zg'aydi ham yerga yetkanda uni tashlab ketgan amirlar bilan qayta qo'shilib Shing'izxonga qarshi savashga kiruvga qaror etadi. Biroq uning bu rejalari amalga oshmaydi. G'aznadan chiqib ketuv vaqtida Jaloliddin kasal bo'lib qoladi. Bir necha kundan so'ng savoladi. Biroq bundan so'ng Shahabiddin Nasaviyning atab o'tuvuncha Gardiz qalasida irkilgan mongollarning oldingi bo'limini tunda to'satdan hujum etadi. Dushmanning jonini yirik atlar ara kiradi. Sind daryasi jag'asida qaytgan Jaloliddin keshib o'tish uchun qayiqlarni tayyorlovga, ketib qolgan bo'limlarni qaytaruga jandarmning kirseti, biroq bu islarning amalga osuvini jov to'sqinlik etadi. Oxirida 1221-yilning 25-noyabr Pishanba kuni Hijriy yil bilan hisoblaganda 618-yili Sind daryasi bo'yida 3 kun davom etgan shishuvchi savash boshlanadi. Ya'ni bir qator o'rta asr musulmon tarixchilarining atab o'tuvuncha, bunday qonli, keskin ham xavfli savash tarixda yuz bermagan edi. Jaloliddin hamda uning askarlari misli ko'rilmagan darajada savashda batirlik ko'rsatadi. Sonday-aq selda yetib kelgan Shing'izxon dastlab sultonning O'rxon boshchilik etgan ariergarini, ya'ni Arxa bo'limini hujum etadi, ham uni yo'q etib tashlaydi. Dereklerning ma'lumoti beruvuncha Shing'izxon bilan birga Urganch bosib olingandan keyin ugan qo'shilgan O'ktay hamda Shag'ataylarda urushda qatnashadi. Jaloliddin askarining o'rayida o'zi boshchilik etadi ham o'ng qanotda bo'lsa Amin Malik boshchiligidagi qonli javongirlar qo'yiladi. Sultonning o'zi dastlab mongollar tinimsiz hujum etib o'tirgan o'ng qanotga, so'ngdan bo'lsa shep qanotga o'tib ularga yordam beradi. Jaloliddin Manguberdi Shing'izxon askarining 3 yesi az bo'lgan o'z askarini yarimay formasida safqa dizadi. Askarning o'ng qanotini sulton tau etagini joylashtirgan holda shep qanotni Sind chag'asina joylashtiradi. Natijada mongollarning Xorazmlarni qo'rshovga oluvining oldi olinadi. Shing'izxon da askarini 3 qo'lga bo'lib dushmanga qarshi bag'darlaydi. Biroq Jaloliddinning askarlari o'q at bo'lardi, chekinuvga majbur etadi. Mongollarning ikkinchi hujumida Jaloliddin tarafdan angsat saplashtirib mongollarning jalg'an chekinuvi orqali dushmanni alg'a itermelib, ularda qanotlardan qo'rshab oluvga urinuvini oldindan bilgan Jaloliddin chekingan mongol askarini qasddan quvg'inlamaydi. Ikki satsiz hujumdan so'ng Shing'izxon tikarg'a kuchlarida sulton Jaloliddin askarlarining qanotini taslaydi. Natijada Jaloliddinning ashq savashga kiruvdan boshqa iloji qolmaydi. Bundan keyin sulton Jaloliddinning sanjag'idan 3-4 esa ko'p askarga ega bo'lgan Shing'izxon joylashgan o'rayini hujum etadi ham uni ikki bo'lakka bo'lib
жібереді. Жау қашуға даярланады, бірақ 10 000 адамлық моңғол жауынгерлерінен ібарат батырлар яки кешік деп аталушы Баланоян басшылығындағы арнаулы бөлім хорезмлердің жолын тосады. Бұл әскери бөлім Қытайдан Иранға шекемгі жолды басып өтіп, еле бір мәртеде сауашқа кіргізілмеген еді. Бұл бөлім дәслеп Амин Малик қолбасшылығындағы оң қанатты қиратады, һәм оны Джалалиддин үлкен мәртлікпенен ұрыс батырған орайға шекем қуып барады. Хорезмлердің сол қанаты да дұшпан хүжіміне төтепкі бере алмайды. Джалалиддиннің қиын ахуалын көрген Шыңғыс хан қалай болмасын сұлтанды тірлей қолға алуға бұйрық береді. Дұшпан сұлтанды ортаға алады, апатшылық шеңбері барған сайын тарайып барады. Джалалиддин болса өзін қолға кіргізуге ұмтылған моңғол әскерлері қоршауын тек жеке батырлығы себеплі жарып шығып Синд дариясы бойына жетіп келуге еріседі. Деректердің гуалық беруінше, дария бойында оны анасы Айшешек һәмде харемдегі басқа хаяллар күтіп тұрған еді. Сондай-ақ бұл сауаштан рухи һәмде физикалық жақтан езілген Джалалиддинге олар: Алла атыменен сенен жалбарынып сұраймыз, біздерді өлтір һәм ұстарызде тұтқынға түсуден құтқар деп mürajaat етеді. Джалалиддин барлық харем хаялларын суға шөктіруді көрсетпей беруден басқа ләжі қалмайды. Насауи бұл уақияны бұл көз көріп құлақ естпеген бақытсызлық, ауыр қайғы еді деп жазған еді. Джалалиддиннің атыменен суға секіріп, дарияның арғы жағасы Хиндистан тарепке жүзіп өтеді. 1221 жылдың бәһар айында Джалалиддин моңғолларға қарсы күреске бел байлап, оларға бірнеше мәрте қақсатқыш соққы береді, һәм бұнан кейін Ғазна жақынында Кабул дариясы бойындағы Паруан даласында Шыңғыс ханның шебер саркардаларынан бірі Шехи Хотуху Ноян басшылығындағы 45 000 моңғол әскерлері үстінен жеңіске еріседі. Сауаш нәтижесінде қолға кіртілген үлкен олжаларды бөлістіру барысында Джалалиддин ләшкер басылары қанлы қыпшақлардан, есіңізде болса, Туркан Хатун да міне Сурудан болған еді. Амин Малик түркменлер жолбасшысы Сайфиддин Ырғақ пенен қымбат бақалы араб атын таласып қалады. Яғни олжалар арасында ең сирек ұшырасатын үлес ат есапланған еді. Атлар нәсіліне һәм сұлулығына қарап бірнеше мың тиллаға бақаланған сол дәуірде. Тартыс уақытында қызып кеткен Амин Малик Сайфиддин Ырғақтың басына қамшыменен ұрады. Һәм Джалалиддин болса Амин Маликті бұл ісі үшін жазаламайды. Амин Малик Джалалиддиннің қайнатасы еді, һәм бәлкім Амин Маликтің жазаланбағанына да осы себеп болған болуы мүмкін деген шамалаулар бар. Бұл намысқа шыдай алмаған һәм қатты ренжіген Сайфиддин Ырғақ Азам Малик һәм оның жақынлары болған ләшкербасылар Музафар Маликлерді алып Джалалиддиннің әскерлерін тәрк етеді. Бұның нәтижесінде Хорезмшахтың әскерлері ярымға дейін қысқарып қалады. Тыңшылары арқылы Джалалиддиннің ішкі машғалаларынан дұшпандар да хабардар болады. Шыңғыс хан сұлтан әскерлерінің қайта бірлесуі ямасы олардың қашып кетуіне жол қоймау үшін бір хаптелік жолды 2 күнде басып өтеді. 10 дәрежеде тезлікпенен қуа басылайды. Жағдайда дұрыс бақалаған Джалалиддин болса тезлікпенен Хиндистанға өтіп кету һәмде ол жерден өзін тікілеген халда Шыңғыс ханға қарсы hüjümді шөлкемлестіру үшін Синд дариясы тарепке асығады. 1221 жылдың 24 ноябрінде Джалалиддин Синд дариясына жақын келгенде Шыңғыс хан оған 7 балады һәм ортада айту мүмкін болса 13 ғасырдың ең атақлы сауашы жүз береді. Сауашта мұсылманлардың әскерлерінің орайына басшылық еткен Джалалиддиннің армиясы өзінен бірнеше есе көп болған моңғоллар бөлімін қиратып таслайды. Бірақ Шыңғыс ханның бүккіде тұрған 10 000 артықша әскерлері сауашқа кірісуіменен сауаштың жеңісі моңғоллар тарапіне өзгереді. Шыңғыс ханның ауысық әскерлері кешік деп аталып, олар тәжірибелі қолбасшылардан түзілген. Шыңғыс хан жүдә зәрур жағдайларда ғана оларды сауашқа таслаған. Қоршауға алынған Джалалиддин ярым күн дауамында моңғолларменен алысады. Оның екі аты істен шыққаннан кейін үзеңгішілер, яғни үкімдар атын жетеклеп жүруші үкімдарлардың үзеңгісі иесі ауысықтағы атларын алып келеді. Осы атқа мінген Джалалиддин қоршап алушылардың салыстырмалы халсіз көрген дария тарепіне ат салып ол жерді жарып шығады. Харем ахлінде Шыңғыс хан қолына түспеу үшін дарияға бағдарлайды. Өз болса Садық атыменен бірге 18-20 метрлік жардан дарияға секіреді. Шыңғыс хан болса Джалалиддиннің ізінен жайдан оқ атпақшы болғанларды тоқтатып, оның батырлығына таң қалады. Осы уақытларға шекем Шыңғыс хан бұндай қарсыласқа düşіп келмеген еді.
Қысқасы, олжалары арасындағы бір қымбат бақалы ат саркардалары арасындағы қарама-қарсылықты келтіріп шығарып, бүткіл мемлекет, бүткіл халық тағдыры шешілген пайтта Жалалиддин имканиятларын азайтып, оның күшлерін хәлсіретті. Күшлердің тең емеслігі Жалалиддиннің Шыңғысхан қоршауында белгілі уақыт қалуына себеп болды. Екінші ат болса, оны дұшпан қолынан құтқарып, дарияның арғы жағасына алып өтті. Деректердің уалық беруінше, сол уақыттан баслап Жалалиддин ұсатты әзизлеп, мінбестен және 5 жыл, яғни 1226 жыл өз әжеліменен өлгенше өзіменен алып жүреді. Қазіргі Грузия пайтақты Тбилисиді иелеу барысында ат өлген еді. Соның үшінде қадымғы һәм орта әсір ұлы саркардаларының ярым батырлығын олардың атлары менен байланыстыру орынлы деп жазады абырайлы профессор Акбар Заминов өзінің орта әсір тарихи шахсылар өмірінің айрым белгісіз бетлері кітабында. Атап өту орнына Жалалиддиннің әрқандай жағдайда да өзін жоғалтпайтұғыны, оның батырлығына һәм полаттай ерік ықрарына Шыңғысхан да тән береді. Тарихшылардан Жувайни, Рашиддин һәм басқалардың жазуларына қарағанда Жалалиддиннің батырлығына таң қалған Шыңғысхан өз ұлларына қарата атаның тек ұсындай ұлы болуы керек. Ол отлы саваш майданынан өзін құтқарып, апатлы иірімнен құтылу жағасына шықты ма, оннан ере ұлы іслер, тәшвишлер һәм де қияметлі көтерілістер келеді дейді һәм оның ізінен қууды қадаған етеді. Сен дариясы бойындағы саваштан соң Шыңғысхан 3 ай дауамында Жалалиддиннің армиясынан өз уақытында ажыралып кеткен саркардалар қорғанларын қолға алып, оларды жоқ қылуменен бәнд болған. Уақыт өтуменен Гүлханлардың жалыны сөнеді. Карталардың шекаралары өзгереді. Атамалар гүңгіртленеді, бірақ олардың айрымлары естелік болатын қайрауды дауам етеді. Жалалиддин Мангубердінің аты да міне ұсындай ізбенен тарихта қалды. Ол тек қана тарихта емес, бүгінгі күнге де өзінің саясы менен, мәртлігі, ар намысы һәм хүжданы менен бүгінгі күн инсанларына өрнек бола алатын дәрежеде қалды. Бүгінгі санымыз Жалалиддин Мангуберді һәм оның жеңілмес батырлықлары хақында болды. Егер бүгінгі сан сізге ұнаған болса, лайк басын, комментарий жазың һәм достарыңызға тарқатып қоюды ұмытпаң. Кейінгі санларда сіз сұраған һәм сіз күткен темаларда көріскенше саламат болың.